Қайырлы күн достар, сіздермен Аленушка. Қатпарлы өте дәмді самса дайындаймыз. Жасалу жолы өте оңай, қарапайым. Қамырын алдын ала дайындап, тоңазытқышқа қатырып, кез келген күні қонақтар келген кезде пісірсеңіз де болады. Достар, менің видеома қарамас бұрын, ең алдымен менің каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар достар. Ал бірге самса дайындаймыз, кеттік. Жылы суымызға жылы сүтімізді салып, бір шай қасық тұзымызды салып, араластырып, қамырымызды илейтін боламыз. Біздің қамырымыз орташа қалыпта болуы қажет, не жұмсақ, не қатты болмауы қажет. Егер біз қамырымызды тек суға илейтін болса, біздің самсамыз резинка ұқсас болып келеді. Ал біз сүтпен суға араластырып илейтін болса, біздің самсамыз өте әдемі, қытырлы, қатпарлы болып шығатын болады. Қамырымызды екі бөлікке бөліп, қамырымыздың иін қандыратын боламыз. Салмамызға арнайы фарш, пияз, картоп және укроп қажет болады. Барлығын турап дайындап аламыз. Өзімізге ұнайтын дәмдеуіштерді салып, қара бұрышымызды, тұзымызды салып араластыратын боламыз. Ал енді қамырымызды жаятын боламыз. Сары майымызды ерітеміз. Екі қамырымды жайып алдым. Енді астына сары майымызды жағатын боламыз. Майымызды жағамыз. Үстіне екінші қамырымызды қабаттап жайып шығамыз. Қалған сары майымызды жағып шығамыз. Қамырды ораймыз. Қамырымызды тоңазытқышқа 10-15 минутқа қоятын боламыз. Қамырымызды бөліктерге бөліп, видеода көріп тұрғандай үстінен басып шығатын боламыз. Қамырымызды жайып, салмасын салып, мықтап түйетін боламыз. Самсамыз алтын түстес әдемі болып пісу үшін жұмыртқаның сарысын үстіне жағатын боламыз.
Достар, менің каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.